Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өз тану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығармашылық қанатында. Сабағымыздың құндылығы ақиқат, қасиеттері, білім іздеу, шыншылдық, ойдың, сөздің және істің бірлігі. Сабағымыздың мақсаты ақиқат құндылығының мәнін ашу. Міндеттері оқушыларға өмір бойы білім іздеудің маңыздылығын түсіндіру, оқушылардың шыншылдық қасиеттерін дамыту, оқушыларды ойдың, сөздің және істің бірлігінде өмір сүруге тәрбиелеу. Өзін-өз тану пәнінің 5-ті ережесін есімізге түсірейік. Тәртіп пен тазалықты сақтай отырып, талаптана оқып, ішкі тыныштығымызды орнатып, татулықпен өмір сүрейік. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: қазір бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның мемлекет қайраткері, ғалым, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында дүниеге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын туыс түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынандай ұсыныс білдірді: менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін. Оның аты Нұрсұлтан болсын. Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Балалар, дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Мұғалім сыйы ретінде балалар, қарттың ұлына өсиеті атты ертегіні тыңдаңдар. Балалар, бүгінгі тыңдайтын ертегілерің бір қарттың ұлына айтқан өсиеті деп аталады. Бір бай қайтыс болар шағында ұлын қасына шақырып алып: ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын үй сал, ас жесең бал же деп өсиет айтыпты. Бай дүниеден өтіп, ұлы әкесінің өсиетін орындай бастайды. Жұма сайын қыз алып, қала сайын үй салады. Ас жесе, тек бал жеп, ақшасын бітіреді. Сөйтіп жүріп, жігіт жарлы болады. Бір күні жігіт далаға шығып, біраз жүріп, бір үйілген тастың тасасына отырып, бас киімін қолына алып, басын ұстап отырған уақытта, бір жақтан бір ақсақал келіп, жігітке сәлем береді. Жігіт сәлемін алған соң, ол адам жанына отырады да, жігітке былай дейді: не қып отырсың, балам? Жігіт жай отырмын деп жауап береді. Сонда қария шыныңды айт деп қыса бастайды. Жігіт еш нәрсе айтпайды. Сонда қария былай дейді: сырыңды жасырма, мен саған
жақсылық көрсетем дейді. Сонда жігіт біраз ойлана отырып, менің әкем өте бай адам еді. Сол әкемнің өлер алдында айтқан өсиетін орындаймын деп кедей болдым дейді. Сонда қария, ол қандай өсиет еді дейді. Сонда жігіт, әуелгі өсиеті, мен дүниеден өткен соң жұма сайын қыз ал деп еді. Мен әкемнің сол өсиетін тұтып, жұма сайын қыз алдым. Ал әкемнің екінші өсиеті, қала сайын үй сал деп еді. Ол өсиетінде бұлжытпай орындап, қала сайын үй салдым. Әкемнің үшінші өсиеті, ас ішсең бал же деп еді. Мен бұл өсиетінде орындап, әр күн сайын бал жедім. Міне, осылай жүріп, ақшам таусылды, кедей болдым дейді жігіт, қарияға қарап. Сонда қария мән жайды ұғып, балам, әкеңнің өсиетін дұрыс ұқпаған екенсің. Әкеңнің жұма сайын қыз ал дегені, әйеліңмен сыйлас бол, қадіріңді кетірме. Сонда ғұмыр бойы тату тәтті өмір сүресің деген емес пе? Ал қала сайын үй сал дегені, қала сайын достарың көп болсын, барғанда қонақ болып түсетін деген еді. Ал ас ішсең бал же дегені, адал еңбек етіп ас ішсең балдан тәтті болады деген еді деп, қарт өз жөніне кетіпті. Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетін сонда ғана түсініпті балалар. Ертегі не туралы? Бұл ертегі мен бүгінгі тақырыпта қандай байланыс бар? Сендер осы баланың орнында болсаңдар, әке өсиетін дұрыс түсінесіңдер ме? Әңгімеден не түсіндіңдер? Балалар, бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, жүрегімізге сақтайық.